Алдыңғы сабақтарда воронканы не екенін, оны қалай жасау керек екенін, қандай элементтер бар екенін барлығын түсіндіңіздер. Енді сол воронканы есептеуді, яғни дұрыс аналитика жасауды, одан кейін декомпозиция құра алуды үйренуіміз қажет. Бұл не үшін қажет? Сіз воронканы іске қосқаннан кейін ол сізге қанша ақша келіп тұр, және ол ақшаның қаншауы таза пайда, может быть, өзін ақтамай жатқан шығар. Толық қанды соны зерттей алмасаңыз, сандарын қадағалап отыра алмасаңыз, онда сіздің воронкаларыңыздың қаншалықты прибыльный екенін түсінбейсіз. Немесе сіздің идеяңыз, гипотезаңыз қаншалықты дұрыс екенін, немесе воронканың ішіндегі қай элементті өзгертсем табысым артады, немесе қай элементті өзгертсем мен табысым дұрысталады деген сұрақтарға жауап ала алмайсыз. Одан кейін ол цифрлар сізде, сандар сізде болмаса, ары қарай қалай масштабировать етуді воронканы тағында көре алмайсыз. Мен сіздерге бүгін біріншісі аналитиканы дұрыс жасауды, екіншісі декомпозиция, яғни декомпозиция бізге не үшін керек, чтобы масштабироваться, ол өте жақсы жұмыс жасайды. Осы екінші түсіндіретін боламын. Біріншісі аналитика жасау. Ең бірінші біз бастау керек нәрсе, ол біздің таргетқа құтқан ақша. Таргетқа салдық, допустим, 20 мың теңге делік, 20 мың теңге делік. Бір күнге, бұл бір күндік бюджет. Енді 20 мың теңге салғаннан кейін бізде показы, яғни Facebook'та болған показ бар, жарнаманы қанша адам көрді. Мысалы, 80 мың адам көрді бір күнде. Хорошо. Енді бұл данылардың барлығы, то есть Facebook'тан қанша адам көрді, қанша адам клик басты, сіздерде Facebook'та таргет жүрген кезде болатын нәрсе. Енді қанша клик болды? Клик. 80 мың адамнан айтарлық 800 клик болды делік, қанша 1%, получается сіздерде CTR 1% болып тұр. Бұл уже трафик деңгейіндегі әңгіме, яғни сіздің Facebook'тағы воронкаңыз қанша адам жарнамаңызды көрді, қанша адам клик басты, конверсия, кликабельность, рекламный креатив қанша пайыз екені көрсетіп тұр. Негізі орта есеппен жақсы CTR 1/5 болу қажет. Орта есеппен 2, 3, 4, 5 болатын болса, ол да жақсы, 4-5% болатқан CTR-лар өте көп бізде. Бірақ минимум средний параметр 1/5 болу қажет. Хорошо, біз 1/5 деп айттық, 800 клик болыпты. Осы жерде көп маркетологтардың қателесетіні 800 клик болған кезде сайтқа 800 адам өтті деп автоматом есептейді. Бірақ бұл өте қате ұғым, потому что клик басқандардың барлығы сайтқа өте бермейді. Осы жерде бізде посещение деген бар. Посещение сайта. Сайтқа кірді. Айтарлық 800-дің 700 кірді. 87-де 5. Окей, дальше. Яғни сізге сайтқа кірген адам 700 ғана. 100 адам осы жерде жоғалып кетті. Кейде болады сіздің сайттың открываемости, яғни қазір бізде 85 болып тұр, 30-40 болып қалатын болса, сіз получается даже 50 болып қалатын болса, клик басқан қызығып, жарнамаңызды көріп, оқты мен алам деп басқан адамның 50%-ын жоғалтуымыз мүмкін. Еді біз қазір примерно 13%-ын жоғалтып отырмыз, уже минус 13% жоғалттық. Өтпей қалды неден бұлай. Все, хорошо, бізде 700 адам бар, сайтқа кірген. Сайтқа кіргеннен кейін 700 адамның қаншауы біздің тегін өнімді аламын деп кнопканы басты. Бұл уже оттаға өтті деген болады. Оттаға өтті. Мысал ретінде оттаға өтті. Айтарлық осы 700 адамның бір 70% өтсін. 490 адам, 490 адам өтсе, 490 адам өтті, яғни конверсиясы бұның конверсиясы 70%. 70% болды. Все. Біз уже лид магнит сайтындағы бірінші конвертерді бітірдік. Бірінші конвертер. Now трафик. Екіншісі енді бізде ұсыныс бар. Екінші конвертер бізде уже сіздердің марафонның оттоның видеосы тұрған отто пейдж тұр. Уже бізде де отто пейдж.
Autopage. Autopage'қа біз жібердік 490 адам кетті, 490 адам келді. Хорошо. Енді осы 490 адамның қаншауы сіздің ұсынысты қабылдады? Марафон сайтына өтті. Марафон сайтына. Марафон сайты айтарлық бізге осы 490-ның бір көбейтейік 50% өтті делік. 245 адам өтті. 245 адам өтті, яғни бұл конверсия бізде 3, 50%. Все. Бұл autopage. Енді марафон. Марафон. Кірген адам саны бізде 245. Кірді сайтқа. Енді қарапайым осыны қанша алды? Айтарлық 20% конверсиямен 15 деп алайық. Қатты көп кетпейік. 15% конверсиямен болған кезде бізде конверсия бұл 4. 15% болған кезде чек 36. Көбейтеміз. Бізде марафон 1000 теңге болатын болса 36 000 теңге. Получается минус расход, таргет расход 20 000 теңгесі бар. Неде 16 000 теңге таза пайда қалды күніне. Енді хорошо. Бұл уже біздің бір базовый жүріп тұрған метрика деп алатын болсақ, енді осыны қалай дұрыстаймыз, немесе қалай өзгертеміз деген вопрос туындауы мүмкін. Енді осы жерден былай істеп қарайық. Так, бізде CTR 1 емес, егер 2 болатын болса, қараңыздар, егер біздің CTR 2 деп болатын болсақ, біз түсіндік, таргетқа 20 000 теңге салсақ, біз на выходе чистая прибыль 16 000 теңге аламыз. И біздің действующий воронканың ішіндегі конверсиялар көрсеткіштер осындай. Енді біз CTR-ды 1 емес 2 өзгерсе, яғни біз таргеттағы креативті жақсартсақ, call to action жақсартатын болсақ, 1 емес 2% болатын болса, 80 000 адам біздің жарнаманы көретін болса, оның 2% бізде болады 1600 адам. Уже мына жерде бізде 1600 болады клик. Жоқ, мына жерде клик 1600 болады. 1600 клик. Біздің сайт ашылады, конверсиясы 87%. 1687-де 5%, ол 1400, яғни бізде уже 1400 адам сайтқа кірді. Ал бізде білеміз, сайттың конверсиясы, яғни лид магниттің сайтының конверсиясы келесі этапқа өткізу үшін 70%. Бізде кірген адам қанша? 1400. Көбейтеміз 70%, оның 980. Уже 490 емес, бізде 980 адам келесі этапқа өтті. Жаққа кетті. Мына жерде уже бізде 490 емес, бізде 980. Байқасаңыздар, таргетқа бюджет көбейтпедік, тек қана CTR-ды 2 есе көбейттік, и бізде уже сандар өсіп жатыр, Дальше кеттік. Біз білеміз, autopage сайттың конверсиясы 50%, яғни 980-ның 50% келесі этапқа өтеді. Яғни, мына жерде уже бізде 245 емес, 490 адам мына жаққа өтті. 2 есе көп, 2 есе көп. Ал енді біз білеміз, марафон сайтының конверсиясы бізде 15%. Яғни 490-ның 15% болады 73 адам болады. Яғни мына жерде уже бізде 73 чек болады. 73 чек. Көбейтеміз 1000 теңгеге, сізде болады 73 000 теңге. 73 000 теңге. 73 000 теңге минус 20 000 теңге бұл біздің таргеттағы расход, и аяқта 50 000 теңге таза пайда қалады. Қараңыздаршы, бір бюджет, бір воронка өзгерген тек қана CTR. Мынау ғана өзгерді, CTR. Бірақ табыстағы разница қанша есе, Сондықтан, егер осы біздің воронкаларға метрикаларды дұрыс есептей алмайтын болсақ, онда біз қалай өзіміздің воронкадағы табысты көтере алатынымызды түсінбейтін боламыз. Ал енді декомпозиция дегеніміз не? Декомпозиция дегеніміз тура осы таблицаны көшіріп алып, мысалы таблица алып көшіріп алып, ал егер мен аяқта 20 000 емес, мына жерде түсініп алайық, қараңыздар. Біз түсіндік
20 мың теңге салсақ, біз, допустим, 1600 клик алдық, иә? Яғни 20 мың теңге салған кезде 1600 клик алсақ, біздегі бір кликтің құны, так бөлем, 1600-ге 12 теңге болып тұр. 12 теңге. 12-де 5 теңге бір кликтің құны. Біз білеміз, креативті салған кезде, мына креатив салған кезде, бір клик басқан адамның құны бізде 12-де 5 теңге. Ал егер біз 200 мың салсақ не болады деген сұрақ туындауы мүмкін, да? 200 мың салсақ не болады? Онда қанша клик аламыз? Есептеп көрейік, 12-де 5-ті көбейтемін 200 мыңға. Так, бітеміз. 200 мыңды бөлемін 12-де 5-ке. Бізде уже 16 мың клик болады екен. 16 мың клик. Все. 10 есе өсті, автоматтан бізде не болады? Мына жақ 10 есе өсі мүмкін, яғни 500 мың теңге. Таза пайда бір күнде алуымыз мүмкін. Бірақ бұл декомпозиция сізге точно цифраны шығармайды. Бұл тек қана гипотеза, яғни 20 мың теңге салып мен таза пайда 50 мың теңге алсам, 200 мың теңге салып таза пайда 500 мың теңге алуы мүмкін деген ғана гипотеза. Сіздер бұны жүзеге асыру үшін, то есть вы поняли, былай істеуге болатынын түсіндіңіз, точно цифрлар бар. Бұны істеу үшін сізге мынау нәрсені, мынау бағаны, 12 теңге деген бағаны үзбей еще сайттағы конверсияларды бір қалыпты ұстап отыру қажет. Обычно трафик өте қатты көбейген кезде мынау конверсиялар ойнай бастайды, өзгере бастайды. Цена клика там 2 есе 3 есе қымбаттай бастайды. Сондықтан бүйтіп, анан декомпозиция істедім, болады екен деп бірден 200 теңге сала соға болмайды. Ақырындап, бірте көтеру керек. Сіз білесіз, мен точка Б міні мен күніне 200 мың салам, и буду зарабатывать 500 мың теңге деген кезде бірден емес, 20 мыңнан 30 мыңға, потом 40 мыңға, потом ары қарай 50 мыңға, 100 мыңға, 60 мыңға, 150 мыңға ақырындап келесіз. Бірден көтере соға болмайды. Келістік қоя. Ең бастысы сіз өзіңіздің қазіргі қандай бағамен клик аласыз, метрикаларыңыз қандай екен аналитикасы түсінгеннен кейін, соны дұрыс есептеп, үлкен бюджетте қалай жұмыс жасауға болатынын түсінсеңіз болды. Бұл біз сіздерге беретін бірінші воронканың негізгі таблицасының примері. Бірақ қосымша біз сіздерге екінші воронканы таблицасын береміз. Жалпы мына видеодан бөлек сіздерге қосымша 3 скринкаст беріледі. Біріншісі ол біздің бірінші нарықты тестілеуге арналған воронканың аналитикаға жасауға арналған таблицасы, оны қалай толтыру керек, қалай жұмыс жасау керек, даныларды қай жақтан алу керек, барлығын сіздерде скринкастта көрсетеміз. Екінші воронканда тура солай скринкаст береміз, одан бөлек декомпозиция қалай таблицамен жасау керектігін қосымша тағы скринкаст болады. Ең бастысы сіздер осының барлығын системна, тұрақты, дұрыс толтырып жұмыс істейтін болсаңыздар, сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызды алақандағыдай көре алатын боласыздар. Үшінші модульда біз сіздерге офер жазуды, MVP жасауды, бір емес екі воронка құруды, оның техникалық құрылымын және оның аналитикасын түсіндіретін барлық сабақтарды бердік. Енді сіздерге қосымша тағы да бонус ретінде біз Назерке ханымнан жалпы онлайн курстың немесе офлайн курстың жалпы инфо өнімнің, то есть дұрыс инфо өнімді қалай жасау керек, оның құрылымы қандай, оның методологиясы қандай, толық қанда сіздерге түсіріп беретін бірнеше сабақтар жазып алдық. Назерке ханым сіздерге оның барлығын ашып түсіндіріп беретін болады. Ал мен сіздермен 4-ші модульда сату сценарий модулінде жолығатын боламын.